Еуразиялық одақтағы ең арзан бензин Қазақстанда дейді. Тіпті Армениямен салыстырғанда 3 есе арзан екен. Мысалы, теңгемен шаққанда 1 литр бензин Арменияда 600 теңге тұрса, бізде 205 теңге. Осындай ақпарат әлеуметтік желіні шарлап жүр. Аталған дерек қаншалықты рас? Бірге тексерейік. Ақпарат рас. Еуразиялық одақ елдері арасында ең арзан бензин бізде екен. Bravo! Wow! Мысалы, теңгеге шаққанда Ресейде 250, Беларусьта 315, Қырғызстанда 320, ал ең қымбат бензин Арменияда 600 теңге тұрады. Бәсе, Арменияда машиналар неге сатады десем, е? Сіз қымбат деп жүрген біздегі бензин әлемдегі ең арзан деген 12 мемлекеттің ішіне кіреді. Ал әлемде ең арзан бензин Венесуэлада біздің теңгемен шаққанда 5 теңге болады. Да что ты, черт побери, такое несешь? Одан кейін Ливияда 49 теңге, топ 3-ке Сауд Арабиясы 108 теңгемен кіреді. Ал Орталық Азияда ең арзан бензин Түркменстанда 130 теңге. Ал біздің Қазақстанда ең арзан бензин қай өңірде? Білесіз бе? Әрине, Оралда 1 литр бензиннің бағасы 190 теңге. Қазақстан бойынша былтыр сәуірде бензиннің бағасы 180-нен 205-ке көтерілгенде Оралда тек 10 теңге қымбаттаған. Одан кейін Атырауда және Шымкентте 191 теңге тұрады екен. Ал сіздің өңірде бензин қанша теңге? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеоны бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.